мынандай сөздер айтқан. Өлейін деп өлмейді, өлерлік жан. Әсте өлмесін білгенде қылып қылған деген. Ажал келіп бас салса жабырласа, өмір қайдан, сен қайдан, сонда ойлады. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ, бүгінгі өмір жарқылдап алғырбақ деген. Ертең өзі қайдасың білемісің, өлмек үшін туғансың ойланшақ керек. Сонда қарасаңыз, егер осы сөзді ютубта тауып алып мән берсеңіз түсінесіз ажан. Бүкіл айтылатын уағыз насихатта осыны ішіне сеніп жүрген ғой ол. Адам оны білмейді да, ол мысалы не істеп жүрген өзінің ертең қайда баратынын білмейді. Ол қазір кәрі адам жасы 80-ге келгенге қарамайды ғой өзі. Жап жас адамның өзі ұйықтап жатыр, өмірмен қоштасып жатыр. Ол негізі Құранның аяттары. Алла тағала Құран кәрімде тіпті кейбір адамдар жастайынан жан алады деген Құран кәрімде аяттар бар. Жалпы бұл айтып келіп тұрғаны біз мына өмірдің қадірін білуіміз керек, Алла тағала берген нығметтердің қадірін білуіміз керек, Аллаға бас июіміз керек, және әр адамның өзінің орнында қадірін түсінуіміз керек. Өлгеннен кейін адам мақтанбау керек, тірі кезінде қадірін білу керек, тірі кезінде кешірім сұрай білу керек, беретін нәрсені тірі кезінде беруіміз керек. Ол сыртынан барып қайтыс болған кезде жаңағы мәйіттің төбесіне барып мен кеше деген айтқан әңгімелер, қайтыс болғанның басына қойған қызыл кірпіш, мәрмәр тас, оның барлығы маңызды емес. Маңызды нәрсе тірі кезінде қадірін білу керек. Ол бітті. Өмірде өткен кезде сізде саусағыңызды шайнайтын деңгейде болуыңыз керек қой. Ана сізге ренжімей кетуі кім болса да, бауырыңыз болса да, анаңыз болса. Өмірде өткеннен кейін сіз жасаған дұғаңызды шынайы жасайтын адамдар қатарында болу керек қой. Шынайы түрде жасайтын, өтіріктен емес, қолын жайып өтіріктен емес. Шынайы түрде, ал шынайы түрде жасау үшін тіршілікте ол адам бір-бірін сыйласу керек және қадір білу керек. Алла тағала баршаларына ниеттерімізді қабыл етсін.